енді курсқа келетін болсақ, курс бізде бір ай уақытқа дейін созылады. Яғни 25 маусымы яғни басталады. Одан кейін бастап менің оқушыларыма одан кейін барып, бұл жерде біз яғни анатомияның ерекше бір бөлімі остеология, яғни сүйекті зерттейміз. Осы сүйекті зерттеу арқылы анатомияға толықтай өтеміз десек болады. Енді экраным сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Ең бірінші бұл бүгінгі сабақта анатомияға кіріспе тақырыбын өтеміз. Анатомияның қандай зерттеу жолдары бар, негізгі анатомиялық терминдер, остеология деген не деген сұраққа жауап беріп өтетін боламыз. Яғни бұл сұрақтарға жауап беру арқылы бастамасын аша аламыз деп айта аламын. Ең бірінші анатомия деген не? Сендер бұл терминнен мысалға биология кезінен бастап оқуға дайындалғаннан білесіздер. Яғни анатомия дегеніміз бұл адам ағзасындағы мүшелер, олардың жүйелерін, құрылысын, орналасу ерекшеліктерін қарастыратын ғылым. Бұл бізде анатомия деп аталады. Яғни сендердің іштерінде не бар, бастарыңда не бар, ол қандай сүйектен құралған, олар қандай артерия мен вена өтеді, қандай бұлшықеттер, қандай лимфалық жүйелер, немен байланысты деген сияқты барлық ішкі құрылысты зерттейтін ғылым саласын біз анатомия деп атаймыз. Енді адам анатомиясын зерттеу жолдары деген бар. Яғни біздің осы адамның ішкі құрылысын зерттейтін адам анатомиясын зерттеудің бірнеше тәсілдері бар. Ең бірінші анатомияны зерттеу әдісінің бірі бұл топографиялық анатомия. Топографиялық анатомия дегеніміз мысал ретінде бұл бір жерді полностью зерттеу. Мысалы, бастыған аламыз. Осы бастыған аламызда бұл бас неден тұрады? Қандай бас сүйектік құрылыстан тұрады? Шүйдеден тұра ма, төбеден тұра ма? Қандай бұлшықеттен тұрады? Мимикалық бұлшықеттен тұра ма, шайнау бұлшықетінен тұра ма деген сияқты. Және қандай артерия венадан тұрады? Қандай ол жерде лимфалық түйіндер бар? Қандай бездер бар? Қандай сілекей асты безі бар? Қандай жүйелер бар? Осының бәрін, яғни бастыған алады да полностью қарап шығады. Бұл топографиялық анатомия. Ал біздің Қазақстанда қолданатын анатомия, немесе көптеген біздің университеттерде, қазір медициналық университеттерде қолданатын анатомияны зерттеу әдісі, бұл жүйелік анатомия деп аталады. Жүйелік анатомия дегеніміз қалай? Біз бұл жерде бір жерге ғана тоқталмаймыз. Біз адамның басынан аяғына дейін ең бірінші қарастырамыз. Оларды бөліп шығамыз. Бірінші сүйектерді қарастырып шығамыз, екінші бұлшықеттерді қарастырып шығамыз, артерия венаны қарап шығамыз. Одан кейін бұлшықеттердің, одан кейін лимфа жүйесін қарап шығамыз. Осылай полностью қарап шығамыз да, осылай бәрін бір-бірімен байланыстырамыз. Яғни бұл қазіргі оңайлатып алынған біздегі жүйелік анатомия деп аталады. Яғни топографиялық анатомиядан ерекшелігі түсінікті деп ойлаймын. Енді қандай жүйелер бар? Біздің курстан басқа остеология, яғни сүйектерден басқа миология деген бар. Егер остеологиядан кейін миология бұл курсы болады. Яғни бұл дегеніміз бұлшықеттерді зерттейді миология. Одан кейін синдесмология деген бар. Бұл сүйектердің байланысуы. Ангиология білесіздер, тамырлар жүйесі, артерия, вена, неврология, нерв жүйесі. Бұл неврология анатомиядағы ең қиын 12 жұп кез бен нервті зерттейтін осы неврология ғылымы. Одан кейін эстезиология, сезім мүшелері, көз, құлақ деген сезім мүшелерін зерттейді, және соңғысы спланхнология, яғни ішкі ағзалар туралы зерттейтін ғылым. Осы салалардың барлығын сіздер анатомияны өткен кезде танысып шығатын боласыздар. Енді біз осылардың бүгін ең алғашқысына өтеміз. Бұл бізде остеология. Ендеше сабағымызды бастайық. Сұрақтарға аса назар аударып отырыңыздар, себебі қазір біз жазықтықтар туралы өтеміз, және бұл жазықтықтарға байланысты сіздерде сабақ соңында тест болады Google формада, сол жазықтықтарға байланысты сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Ең бірінші қандай жазықтықтар бар? Қараңыздар. Ең бірінші жазықтық бұл сагитальды жазықтық. Сіздер геометриядан елестетесіздер, горизонтальды, фронтальды деген сияқты. Енді ең бірінші бұл анатомиядағы басты қолданылатын жазықтық, бұл бізде сагитальды жазықтық. Сагитальды жазықтық дегеніміз не? Бұл адамды оңға және солға бөледі. Мысалы, мына суретке қарап тұрсаңдар, мына фиолетовый түсті көріп тұрсыңдар ғой ортасындағы. Иә? Бұл фиолетовый цветті көріп тұрсаңдар, бұл адамды не істеп тұр? Оңға және солға, яғни басының ортасынан көріп тұрсаңдар, не? Екі аяғының ортасынан екіге бөліп тұр. Бұл бізде сагитальды жазықтық деп аталады, иә? Екінші жазықтықтың түріне келейік. Екінші жазықтықтың түрі бұл бізде фронтальды жазықтық. Фронтальды жазықтық деген десе, бұл алдыңға және артқа бөліп тұрады. Мына жердегі қызыл түспен көрсетілген бұл фронтальды жазықтық. Яғни қарасаңыздар, алдыңғы жағын, яғни артқы жағын, яғни адамды ол енді былай емес, керісінше былайынан бөліп тұр, алды, арты. Одан кейін үшінші бұл бізде горизонтальды жазықтық. Сіздер білесіздер, бұл жоғарғы және төменгі, яғни сары түспен берілген, бұл бізде горизонтальды жазықтық екен, горизонтальды.
яғни мына кіндіктен жоғары, кіндіктен төмен қарай болатын жазықтық болатын болса, бұл қандай жазықтық? Бұл горизонталь жазықтық. Яғни бұл жазықтықтарды білу арқылы біз ары қарай танысатын боламыз. Яғни бұлар не үшін қажет, бұларды қалай байланыстырамыз деген сияқты. Енді келесі терминологияға тоқталып өтсек, бұл латын терминологиясы. Сіздер медицинаға түскеннен кейін міндетті түрде латын тілін оқып шығасыздар. Қазір латын тілі өте оңай. Латын тілін мен 4-ке жапқам. Латын тілін 4-ке деген енді универ тілінде 5 деген сөз ғой. Латын деген сіздер енді оқисыздар. Бұл жерде өте күшті, өзге тілді оқыған қызықтырақ қой. Жаттайсыздар күнде мысалы 160-50 сөздер береді, соны жаттап, сол бойынша күнде тест тапсырып отырасыздар. Солай латын тілін жаттау арқылы сіздер анатомияны жақсырақ түсінесіздер. Және бұл латын тілі өте маңызды, себебі бұл әлемдік медициналық тіл. Сіздер латын тілімен медицинада осы латын тілімен сөйлейсіздер. Сіздерде ағылшын, орыс тілі, қазақ тілдерін емес, медицинада сіздер латын тілінде сөйлейсіздер. Ең бірінші тоқталып өтсек, сіздер тек қана қарап есте сақтап отырсаңыздар болады. Неліктен? Себебі біз бұл қазір сіздерге жаттауға қиын көрінуі мүмкін бір көргеннен, бірақ та сіздер үйрене бұл өте оңай. Ең бірінші алдыңғы деген сөз anterior, артқы posterior, жоғарғы болатын болса superior, төменгі inferior. Anterior, posterior, superior, inferior деп жаттайсыздар. Және сіздер білетін ex, inter деген байланысты сыртқы ішкі, externa, interna. Одан кейін беткей, терең деген бар. Одан кейін барып тағы бір бар бізде, ол бізде медиалды деп аталады. Сіздер есте сақтаңыздар. Медиалды деген бұл адамда орталыққа жақын деген сөз. Анатомияда бұл сөз өте жиі қолданады, медиалды және латералды. Неліктен? Себебі медиалды деген бұл орталыққа жақын. Мысал ретінде мен қолымды алайын. Мысалға сіздерге мен қолымды алатын болсам, сіздер білесіздер, иә? Мысалы мынау білегім, мынау менің жаңағы тоқпан жілігім болатын болса, енді білек шынтақ сүйек жіктен тұрады ғой. Мынау білегім тоқпан жілік. Осының қайсысы сіздерде медиалды орналасқан деген сұрақ. Сол сұраққа жауап беріңіздер. Медиалды деген орталыққа жақын дедім. Енді менің тоқпан жілігі медиалды болып келе ма, әлде шынтақ пен кәрі жілігі медиалды болып келе ма маған қарағанда? Қалай деп ойлайсыздар? Медиалды және латералды деген. Медиалды бұл орталыққа жақын, ал латералды деген керісінше орталықтан алыс орналасқан деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде жауап тоқпан ба дейді. Дұрыс, тоқпан. Яғни сіздер түсіндіңіздер. Яғни қайсысы біздің кіндікке жақын, немесе адамның ортасына жақын болатын болса, кіндікке, бұл бізде медиалды. Себебі тоқпан жілік бізде адамды екіге бөлесің, орталыққа жақын тұрған тоқпан жілік. Бірақ та басқасылай, мысалға менің кәрі жілік пен шынтақ жілігім мына фалангаларыма қарағанда медиалды болып тұр, бірақ та деген сияқты. Түсіндіңіздер ғой? Ал латералды деген керісінше алыс орналасқан. Одан кейін келесі сөз, бұл бізде проксимальды, дистальды деген бар. Проксимальды, дистальды деген, мысалы сіздер мынандай сүйекті алып қарастыратын болсаңыздар, осындай сүйектің құрылысын. Мынау проксималь тұшы, мынау дисталь тұшы, мынау эпифиза деп оны сүйекке жеке тоқталып өткенде қарастырамыз. Одан кейін оң дексіздер, сол синістер, бет деген фацес, бәрі білесіздер. Қыр, марго, үлкен магнус, парвус, сеу немесе жалған және деген сөздер. Осындай оңай терминдер. Мына жерде тағы да терминдер берілген. Енді бұны сіздер жаттап аласыздар өздеріңізге, оңай сөздер. Ендеше бүгінгі сабаққа тоқталып өтейік. Өте қызықты тақырып. Сіздер биологиядан бұны тек бетін ғана сипап өткенсіздер, Адамда 33-34 омыртқа болады, кеудеде осынша, мойында 7, арқада кеуде 12 деген сияқты. Енді бұл омыртқалар қандай болады, қайсысынан ерекшеленеді? Бүгін сол тақырыпқа тоқталамыз. Өте қызықты тақырып, сондықтан да қарап отырыңыздар. Ең бірінші тұлға сүйектері деп айттық. Яғни суретке қарасаңыздар, қараңыздар. Міне, мынау 33-34 омыртқа. Тұлға сүйектері дегеніміз не? Ең бірінші тұлға сүйектері дегеніміз мына омыртқа бағанасы мен кеуде торы. Яғни мына жерде біз білеміз, қабырғалардан құралған кеуде торы бар. Осы екі біздегі құрылымды біз тұлға сүйектері деп атайды екенбіз. Енді омыртқа бағанасы деген латын тілінде қалай аударылады? Колумна вертебралис. Колумна вертебралис. Неліктен? Себебі сіздер омыртқа деген сөздің, өте қарапайым сөз, бұл медицинада өте көп келеді, бұның латын тілін біліп алыңыздар. Омыртқаның латыншасы бізде вертебре. Вертебре. Деп оқылады соңғысы, бұл көпше түрде вертебре.
вертебре, колумна вертебралис, колумна деген бағана деген сияқты. Яғни колумна вертебралис омыртқа бағанасы. Көріп тұрсаңыздар, жоғарыдан төмен қарай созылған, жұлынға қорғаныш қызметін береді. Ол осы омыртқа бағанасы екен. Енді барлық омыртқалардың құрылысына тән ерекшеліктерді қарастырайық. Барлық омыртқалардың құрылысына тән қандай ерекшеліктері бар? Біріншіден, олар денесінен тұрады. Міне, боди денесі, бірінші көріп тұрғандарыңыздай. Екіншіден, доғасынан тұрады. Аркус вертебре, мына жерде көріп тұр. Міне, доға деген не десеңіздер? Доға деген бұл мындай. Мына жерде тұрған мысалы доғасы. Бұл бізде аркус вертебре. Одан кейін үшіншісі, омыртқалардың барлығы бізде өсіндісінен тұрады. Яғни олар бізде денесінен, доғасынан, өсіндісінен. Яғни омыртқаларға тән үш құрылым десе, осы үшеуін жазасыздар. Яғни өсінділер деген қандай өсінділер? Жалпы барлық омыртқаларда біз барлығында болатын 7 өсіндіні қарастырамыз. Қандай өсінді дейтін болсақ, 7 өсінді. Ең бірінші өсіндінің түрі бұл бізде қылқанды өсінді. Ең бірінші өсіндінің түрі бұл бізде қылқанды өсіндісі. Мынау процессус спинозус, бұл қылқанды өсіндісі, ұзын шығып тұрған. Екіншісі бұл бізде қандай өсінді дейтін болсақ, сіздерге қазір толықтай көрсетейін. Омыртқада барлығы 7 өсіндісі бар. Мына өсінді қандай өсіндісі десе, бұл процессус спинозус, яғни алдыға қарай шығып тұрған осындай құрылымды біз процессус спинозус деп атаймыз. Яғни қылқанды өсіндісі, қылқан сияқты шығып тұрған. Екінші өсіндісі бұл бізде процессус трансверсус. Трансверсус деген бұл көлденең деген мағынаны білдіреді. Яғни мына өсінді процессус трансверсус, бұл көлденең өсіндісі, процессус трансверсус. Және келесі бір өсінділер бар. Яғни мынаны трансверсус деп атаймыз, процессус трансверсус. Енді келесі бір көрсететініміз сіздерге. Келесі өсіндісі бұл бізде жаңағы жоғарғы және төменгі буындық өсінділер. Мына буындық бетті көріп тұрсыздар ма? Осы буындық бет, оның астында да бар. Осы 7 өсіндіні айтамыз, бұл бізде жаңағы барлық омыртқаларға тән, немесе кейбір омыртқалардың өзінің ерекшеліктеріне тән, кейбіреулерінде ондай жаңағы омыртқалар болмайды екен. И осыған байланысты біз оларды жаңағы өздерінің ерекшеліктерімен атаймыз. Енді қараңыздар. Сонда омыртқаларда қандай өсінділер бар дейтін болсақ, омыртқаларда барлығы 7 өсінді бар деп атаймыз. Олар қандай өсінділер десе айтасыздар. Біріншісі қылқанды өсіндісі, процессус спинозус. Екіншісі көлденең өсіндісі, мына өсіндіні айтамыз. Көлденең өсіндісі шығып тұрған, ортасында тесігі бар. Және үшіншісі жоғарғы және төменгі буындық беттері. Міне, жоғарғы және төменгі буындық беттері. Сонда біреу, екеу, мына үшеу, мына жерде төртеу болса, бесеу, артында тағы екеу бар, мына жерде сүйекте көріп тұрғанмен, сонымен жетеу. Енді сіздерге бойынша түсінікті болу үшін біз оны қазір мына программадан көретін боламыз. Қараңыздар, бұл сіздердің омыртқаларыңыз. Міне, бұл сіздердің омыртқаларыңыз. Енді біз бұны қалай көреміз? Міне, мына омыртқа қарапайым ғана сіздердің. Міне, мынау жаңағы адамның жаңағы былайынан тұратын болса, бізде осылай тұрады ғой жолында. Мынау не десек? Мынау бізде көріп тұрған жаңа процессус спинозусымыз. Ал мынау көріп тұрғандарың жаңа көлденең өсінділері. Көлденең өсінділері. Осы көлденең өсінділерінің айттық біз жоғарғы беті болады, төменгі беті болады деп. Міне мынау жоғарғы беті, мынау төменгі беті. Төменгі бетімен не істейді? Ол келесі бір омыртқамен, келесі бір омыртқаның бетімен, төменгі буындық беті келесі бір омыртқаның жоғарғы буындық бетімен байланысып не түзіп тұр? Буын түзіп тұр. Осылай біз жаңағы омыртқалардың өсінділерінің әрқайсының қызметін біз жеке-жеке атап өтеміз. Сонда мынау омыртқа. Мысалға, мына бір омыртқаны алып қарастырайық. Мысалы, мына омыртқаның мынау несі? Бұл көлденең өсіндісі, міне, процессус спинозус көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жаңағы қылқанды өсіндісін айтамыз. Мынау қандай өсінді десе айтамыз. Бұл өсіндісі омыртқаның қылқанды өсіндісі, яғни артқа қарай шығып, ұшы екіге айырылған. Ерекшелігі ұшы екіге айырылған омыртқалар бұл екінші, алтыншы мойын омыртқаларының ұшы екіге айырылған деп қарастырамыз. Мынау қылқанды өсіндісі. Одан кейін келесі мына өсінді, қандай өсінді дедік? Бұл процессус трансверсус, көлденең өсіндісі. Ортасында қандай тесігі бар? Ортасында көлденең тесігі бар. Одан кейін келесі бір өсінділері бұл мына өсіндісі. Бұл қандай өсіндісі десе, бұл
жоғарғы және төменгі буындық өсінділері және солардың беттері. Міне, фацис артикулярис superior, и мынаның астын көретін болсақ, сүйектің. Міне, фацис артикулярис inferior, яғни жоғарғы буындық бет, төменгі буындық бет. Вот, мынау қандай омыртқа десеңіздер, бұл екінші біліктік омыртқа, мойын омыртқасының ішінде ерекшелігі. Бұған қазір тоқталып өтеміз. Сонымен сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді біз бұдан ары қарай жалғастырамыз. Келесі, енді жеке-жеке тоқталып өтейік. Сіздер білесіздер, мойын омыртқасында қанша омыртқа бар, одан кейін кеуде омыртқасында. Ең бірінші мойын омыртқасында бәріміз білетін 7 омыртқаны қарастырамыз. Бүгін біздің басты осы құрылымымыз мойын омыртқалары туралы айту керек болады. Одан кейін қалған уақыттарда біз кеудеге, белге, сегіз көзге және құйымшақ омыртқаларына тоқталып өтеміз. Енді мойын омыртқаларының ең басты ерекшелігіне тоқталып өтейік. Мынау қараңыздар, мынау кәдімгі біздің бәрімізге белгілі мойын омыртқаларының бір түрі. Сол мойын омыртқалардың негізгі ерекшелігіне тоқталып өтейік. Ең бірінші, мойын омыртқаларына аз салмақ түседі, яғни бастың салмағы азырақ қой, мысалға басқа аяққа қарағанда. Яғни бастың салмағы аз салмақ түсетіндіктен олардың біріншіден ерекшелігі көлемдері кішірек болып келеді. Екіншіден, ең басты ерекшеліктер десе мойын омыртқаның бұл көлденең өсінділердің болуында дейміз. Мысалы, мынаған қарайтын болсақ, бұл жерде көлденең өсінді бар. Міне. Ал басқаларында жоқ болады. Көлденең өсінділері бар, және көлденең өсінділердің ішінде не бар? Көлденең тесік бар. Міне. Көлденең тесік дегенде көлденең өсіндінің тесігі болады. Бұл қандай тесік десе, бұл форамен трансверсум. Форамен деген тесік деген мағынаны білдіреді. Трансверзариум деген көлденең өсіндінің деген сөз. Яғни осы көлденең өсіндінің ішінде жаңағы көлденең өсіндінің тесігі болады. Енді бұл тесік қандай қызмет атқарады десеңіздер, бұл тесіктен бізде арнайы артерия, нервтар өтеді екен. Ал мынау да тесік деп тұр, форамен вертебра. Бұл жаңағы омыртқаның өзіндік тесігі. Бұл не үшін қажет десеңіздер, жаңа көрдік қой. Омыртқалар бір-бірімен буындық бет арқылы былай-былай байланысқан бір-бірімен. Осы омыртқалардың ортасында жұлынның өзегі өтетін арнайы тесік болады. Сіздер білесіздер, биологиядан өткенде осы жұлынның арнайы өтетін өзегі тесігі осы форамен вертебра. Яғни бұл жұлын өзегі бұл жермен арнайы бізде сұйықтық миға, ми жолы сұйықтығына барып құйылады екен, яғни. Одан кейін көлденең өсінің тесіктерін айттық. Екіншісі ерекшелігі алдыңғы артқы төмпештер. Бұны қайдан көре аламыз? Мысалы, мына жердегі суретке қарайтын болсаңыздар, мынау көлденең өсінді деп айттық. Енді осы көлденең өсіндіге қарап тұрсаңдар, бұл көлденең өсіндінің алдыңғы және артқы жағынан біз төмпешік көріп тұрмыз. Міне бір төмпешік, не туберкулум anterior латынша жазылып тұр. И мына жағында бар. Не туберкулум posterior. Алдыңғы және артқы бізде жаңағы екі төмпешігі болады екен. Одан кейін тағы бір мойын омыртқаларының бір ерекшелігі 6-шы мойын омыртқасы. 6-шы мойын омыртқасының қандай ерекшелігі бар десек, 6-шы мойын омыртқасының мына туберкулум anterior бар ғой, алдыңғы төмпешігі. Сол туберкулум anterior емес, туберкулум каротикум деп аталады. Неліктен? Себебі бұл ұйқылық төмпешік. Егерде мысалы адамда қан кететін болса, осы жаңағы 6-шы мойын омыртқасы тұсына адамның басып тұрады да, не істейді? Алдыңғы жақ төмпешігін. Ол жерден жаңағы қан кетуді тоқтатуға болады екен. Сондықтан оны туберкулум каротикум деп атаймыз. Одан кейін 6-шы, 7-ші мойын омыртқаларының дейді, басқа мойын омыртқаларының қылқанды өсінділерінің ұшы екі айырылған. Яғни 6 мен 7-тен басқа дейді, яғни мысалға 2-ден 6-ға дейін дейді. Негізі әр кітапта әртүрлі жазылады, бірақ та жаттап алыңыздар. 2-ден 6-ға дейінгі біздегі мойын омыртқаларының қылқанды ұшы не істеген? 2-ге айырылған. Бағана мына сияқты бізде қарлығаштың құйрығы сияқты 2-ге айырылып тұрады. Ал 1-ші мойын омыртқасында және 7-ші мойын омыртқасында ондай жоқ. Бұны суреттен қазір сіздерге көрсетемін арнайы программамен. Және тағы бір ерекшелігі 7-ші мойын омыртқасының осындай бізде қылқанды өсіндісі бар ғой, процессы спинозусы. Осы қылқанды өсіндісінің ерекшелігі бұл айқынырақ көрініп тұрады, яғни шығыңқырақ кеп тұрғандықтан бұл омыртқаны біз басқаша vertebra prominens деп атаймыз. Немесе қазақша айқындаушы омыртқа, шығыңқы омыртқа деген сияқты атауы бар. Енді біз жалпы барлық омыртқаларды, мен ауызша айтып өтейін, біз жалпы барлық омыртқаларды екіге бөлеміз. Қандай ғана десе, ең бірінші бұл негізгі омыртқалар, және екінші ерекшелігі бар, екінші омыртқасы бұл жалған омыртқалар деп аталады. Негізгі және жалған. Бұл қалай? Негізгі дегеніміз бұл барлық омыртқаларға тән өзіндік жаңағы қасиеттері бар,
барлық омыртқаларға тән өзінің ерекшеліктері бар омыртқалар. Ал жалған омыртқалар дегеніміз олардан ерекшеленетін омыртқалар. Бұлар бірінші мойын омыртқасы және екінші мойын омыртқасы. Ал қалған омыртқалар бізде 3-тен бастап 7-ге дейінгі омыртқалар кете береді. Бұл жаңа мойын омыртқалардың ішінде олар бізден негізгі омыртқаларға жатады екен. Бұл мойын омыртқалардың ішінде. Енді бірінші мойын омыртқасы Атлант деп атаймыз. Атлас деп атауға болады, немесе басқаша Атлант мұхиты бар ғой. Сол сияқты бұның да атын Атлант деп атаған. Атлант немесе Атлас, екі аты бар, жаттап алыңыздар. Атлант немесе Атлас. Бұл бірінші омыртқа, ауыз омыртқасы. Енді бұл қандай ерекшелігімен ерекшеленеді? Қарап тұрсаңыздар, барлық омыртқаларда қандай құрылымдар болады дедік? Денесі болады дедік. Одан кейін өсінділері болады дедік. Одан кейін несі болады дедік? Тағы да доғасы болады дедік. Көріп тұрғандай денесі жоқ екен. Неліктен денесі жоқ? Мына жерде дене болу керек еді. Корпус вертебрасы жоқ, денесі жоқ. Сонда бірінші ерекшелігі оның денесі болмайды екен. Бірінші ауыз омыртқасының ерекшелігі. Атланттың алдыңғы доғасы болады, міне аркус антериор, және артқы доғасы болады, аркус постериор. Және осы екі аркус антериор алдыңғы доғасы мен артқы доғасын екеуін бір-бірімен қосып тұратын мынандай жалпақ құрылымды көріп тұрсыздар ма? Осы жалпақ құрылымды біз масса латералис деп атаймыз, яғни бүйір латеральды массасы деп атаймыз. Бұның көріп тұрсаңыздар, міне фац антериоры бар, яғни алдыңғы беті бар, және артқы беті бар. Алдыңғы бетімен жұлынмен байланысатын болса, артқы бетімен не істейді олар ары қарай? Екінші мойын омыртқасымен, яғни аксеспен байланысады екен. Енді бір тоқталып өтейік. Аркус антериор дедік, алдыңғы доғасы. Алдыңғы доғасында қандай құрылымдар бар? Алдыңғы доғасында қандай құрылымдар бар дейтін болсақ, алдыңғы доғасында бірінші туберкулум антериус, міне алдыңғы төмпешік бар екен алдыңғы доғасында. Және екіншісі алдыңғы доғасының артқы бетінде фавея дентис. Фавея дентис деген не десеңіздер, фавея дентис бұл басқаша бізде аталады, қазақша не деп атайтын болсаңыздар, дентис деген тіс, фавея деген шұңқыр, яғни бұл тістік шұңқыр деген мағынаны білдіреді. Фавея дентис деген не деп айтасыздар? Фавея дентис деген бұл бізде тістік шұңқыр. Фавея дентис деген не деп айтасыздар? Фавея дентис деген бұл бізде тістік шұңқыр деген мағынаны білдіреді. Неліктен тістік шұңқыр деп атаймыз? Себебі екінші мойын омыртқасы мен бірінші осы фавея дентистің осы екеуі бір-бірімен не істейді? Буындық бет құрайды, тіс сияқты болады, бір-бірімен не істейді? Жаңағы байланысына байланысты тіс дәрі өсіндімен бетпе-бет болғандықтан фавея дентис деп аталады. Қазір көрсетемін. Одан кейін аркус постериор деп айттық, артқы доғасы. Артқы доғасында не бар? Сәйкесінше артқы төмпешік бар, оп-оңай. Одан кейін масса латералис, оның жаңағы жоғарғы буындық беті болады дедік, төменгі буындық беті болады дедік, онымен мынау басымен, одан кейін барып асты жаңағымен екінші мойын омыртқасымен байланысады. Енді ерекшелігі қылқанды өсіндісі жоқ. Бағана айттық, бірінші және де жетінші мойын омыртқаларында қылқанды өсінділер жоқ. Көріп тұрғандай мына жерде не? Процесс спинозусы не? Жоқ. Қылқанды өсіндісі жоқ. И басты ерекшелігі мойындық омыртқалардың барлығына тән ерекшелік көлденең өсіндісінің бар болуында. Және көлденең жаңағы өсіндінің тесігі бар. Сонда бірінші мойын омыртқасының ерекшеліктері бұл қылқанды өсіндісінің болмауында, денесінің болмауында, одан кейін жаңағы тістік шұңқыршасының болуының ерекшеленеді екен. Осындай ерекшеліктермен бірінші мойын омыртқасы атласты көреді екенбіз. Енді мен сіздерге көрсетейін. Міне, бұл жерден біз не істейміз? Бірінші мойын омыртқасын іздейміз. Бірінші мойын омыртқасы деген, бірінші мойын омыртқасы, қараңыздар. Мынау бірінші мойын омыртқасы. Бірінші мойын омыртқасының ерекшеліктері қандай десе? Ең бірінші мойын омыртқасының біз былай тұрады мынау омыртқа. Омыртқаны сіздер қолдарыңызға береді, универге барғанда. Сіздер не істеуіңіз керексіздер? Сол омыртқаны ұстай алу керексіздер. Мынаның алды қайда, арты қайда деген сияқты. Жаңа айттық, алдыңғы доғасы дедік, алдыңғы доғасына тістік шұңқырша болады дедік. Сәйкесінше мынау оның алдыңғы жағы, мынау артқы жағы, осылайынан ұстаймыз. Енді омыртқа бірінші мойын омыртқасының мынау несі? Алдыңғы доғасы. Алдыңғы доғасы не? Аркус антериор. Соның сода орналасқан не? Туберкулум антериор, яғни алдыңғы төмпешік. Және оның артында орналасқан мынау не? Фавея дентис, яғни тіс тәрізді жаңағы шұңқырша. Артқы жағында мынау артқы доғасы көріп тұрғандай, мынау туберкулум постериор, яғни артқы төмпешік. Екеуінің арасында не көріп тұрмыз біз? Мынау масса латералис, яғни бүйір массасы, оның жаңағы жоғарғы бетін және төменгі жағынан төменгі бетін көреміз.
Вот. Одан кейін мынау көлденең өсіндісі және көлденең өсіндінің тесігі. Міне осылай көреді екенбіз. Енді сіздерге бірінші мойын омыртқасы мен екінші мойын омыртқасының қалай байланысатынын көрсетейін. Мысалы, мына бірінші мойын омыртқасы деп қарастырдық. Енді бірінші мойын омыртқасынан кейін екінші мойын омыртқасы болады. Ол қалай байланысады дейтін болсаңыздар, міне қараңыздар. Мынау бірінші мойын омыртқасы еді. Мынау алдыға қарап тұр. Ал екінші мойын омыртқасының мынау тіс тәрізді өсіндісі деп аталады, денс. Сіменді тіс сияқты болып тұр ғой. Осы баратта бірінші мойын омыртқасының жаңағы тістік шұңқыршасы бар ғой, фавея дентиспен. Вот осылай буындық бет құрайды да екеуі бір-бірімен байланысады. Сондықтан біз оны жаңағы тістік шұңқырша осы ерекшелігін байланыстыратын едік. Және айтқан жаңағы масса латералистің төменгі жақ буындық беті, қараңыздар, екінші мойын омыртқасының жоғарғы буындық бетімен не істеп тұр? Төменгісі жоғарғысымен буындық бет құрап тұр. Осылай омыртқалардың бәрі бір-бірімен байланысады. Ал мына ортасындағы тесік форамен вертебра бұнымен не істейді? Жаңағы жұлын мүйіз сияқты өтеді арнайы. Түсіндіңіздер ғой? Енді ары қарай кеттік. Сонымен бірінші мойын омыртқасы туралы барлық ақпараттарды айтып шықтық. Енді екінші мойын омыртқасына тоқталайық. Екінші мойын омыртқасын жаңа суретте көрдіңіздер, бұл біліктік омыртқа деп аталады, аксис. Оның ең басты ерекшелігі тіс тәрізді өсіндісінің болуында, денс. Оның ұшы болады, апекс дентис. Және алдыңғы жағында фаца артикулярис антериор болады. Яғни алдыңғы буындық беті. Алдыңғы буындық бетінің болуының ерекшелігі, осы алдыңғы буындық беті арқылы ол не істейді? Бірінші мойын омыртқасы атлантпен бірге буындық бет құрайды. Ең басты ерекшелігі. Және қалғандары басқа омыртқаларына тән ерекшеліктері, олар қылқанды өсіндісі, одан кейін көлденең тесігі, көлденең жаңа тесігінің арнайы тесігі, форамен трансверсариум, одан кейін жаңағы аркус вертебрес, яғни алдыңғы доғасы, не артқы доғасы, денесі, от басқаларына тән ұқсас ерекшеліктері бар. Ең басты ерекшелігі осы тіс тәрізді өсіндіс болып табылады екен. Сонымен біз бүгін мойын омыртқалары туралы құрылысқа өттік. Бізде 1 сағат уақыт кетті. Осылай мойын омыртқаларын түсініп алдық деп ойлаймын. Тағы да бір рет біз қазір видеомен қарап шығайық, одан кейін қазір көреміз. Сонымен мойын омыртқалары туралы ең басты ерекшеліктерді білдік. Оның ішінде біз жаңағы ең басты негізгі омыртқалар ретінде екіншіден бастап жетінші мойын омыртқалары, олардың ерекшеліктерін атап өттік. Ал қалған бірінші, екінші мойын омыртқаларының өздеріне тән ерекшеліктерін қарастырдық. Сонда мойын омыртқалары десе, ең басты ерекшелігі бұл көлденең өсінділердің болуында. Яғни мына көлденең өсінділердің болу арқылы, олар арқылы арнайы жаңағы артерия нервтары өтеді екен. Одан кейін бұл жерде тағы ерекшеліктері, олардың массаларының кіші болуында, жеті өсіндісі болады. Және 6-шы мойын омыртқасының көлденең өсіндісі бар ғой, соның алдыңғы төмпешік не деп атаймыз? Туберкулум каротикум, ұйқылық төмпешік. Неліктен қан кеткенде басса ол жер тоқтайды екен. 7-ші мойын омыртқасының ерекшелігі мына процессус спинозусы ұзынқырақ шығып тұрады екен. Сондықтан біз оны нақты айқындаушы шығыңқы омыртқа деп атаймыз. Немесе латынша vertebra prominens. Мен жаңағы жасыл түспен белгілегендерді міндетті түрде жазып жаттап аламыз. Вот, осы ерекшеліктерді қарастырдық және бірінші мойын омыртқасына тікелей тоқталып өттік. Сонда сіздер мынандай қолдарыңызға омыртқа беретін болса, сіздер оны міндетті түрде анықтап табуларыңыз керек. Яғни мына жерде бізде барлығы 7 мойын омыртқасы бар. Мысалы, мынау 6-шы мойын омыртқасы. Және соңғысы 7-ші мойын омыртқасы. Енді 7-ші мойын омыртқасын қараңыздар. Ұшы екіге айырылмаған айттық біз. Бірінші 7-ші мойын омыртқалардың ұшы екіге айырылмаған дедік. Яғни несі десе қылқанды өсіндісінің ұшы екіге айырылмаған. 2 мен жаңағы 6-ның арасы 2 айырылады екен. Және көріп тұрсаңдар, мына басқаларына аралған шығыңқы болып тұр ғой. Сондықтан бұны 7-ші мойын омыртқасының процессус спинозус, яғни шығыңқы тәрізді өсіндісін не деп атайды екенбіз? Біз vertebra prominens, яғни шығыңқы өсінді деп атайды екенбіз. Ал мынау жаңағы атлант ерекшелігі, мына жерде несі бар? Фавея дентисі бар екен. Вот. Қалған омыртқалар бәрі бір-біріне ұқсас. Мысалы, 5-ші мойын омыртқасын алсақ, ең басты ерекшелігі. Ең бірінші денесі бар, корпус, доғасы бар, алдыңғы доғасы, шығыңқы өсіндісі бар. Жоғарғы буындық бет, төменгі буындық беті арасында көлденең өсіндісі және тесігі бар. Енді біз сіздерге айтайын, тағы бір ерекшелік. Бізде омыртқаның аяғы деген нәрсе бар. Омыртқаның аяғы педикулис деп аталады басқаша. Осы омыртқаның аяғын не құрайды деп айтасыздар? Бұл мына аркус вертебра, яғни омыртқаның доғасы және омыртқаның денесі. Корпус вертебра мен аркус вертебра екеуімен бірігіп,
мына жерде көріп тұрған мынау бар ғой, осы арқылы не істейді? Бұл омыртқаның арнайы аяғы. Осы не арқылы байланысады дейтін болсақ, омыртқаның аяғы. Корпус вертебре омыртқа денесі мен омыртқаның қылқанды өсіндісі арқылы омыртқаның аяғы бір-бірімен байланысады деп айтады екенбіз. Вот. Сонымен біз бүгінгі сабақта омыртқаның құрылысы, оның ішінде мойын омыртқалар туралы және анатомияға алғашқы білімді не істедік? Қалыптастырдық. Сонымен бірінші сабақ аяқталды. Қазір мен записьті тоқтатайын.